Әкеме Құран бағыштаймын, басқа қандай әрекет жасаса болады, мен түсімді айтқым келмейді деді. Дүниеден өткен әкелеріңіз, аналарыңызға ең үлкен жақсылық сіздердің қолдарыңызда. Ол Құраннан да жоғары тұрған жақсылық бар. Ол садақадан да жоғары тұрған жақсылық бар. Ол қандай? Сіздің шынайы, адал, әділ, салихалы, иманды, ибалы, ұлтын сүйген, жерін сүйген, дәстүрін сүйген, халқын сүйген, тілін сүйген, ділін сүйген, рухын сүйген, тірісін сүйген, өлгенін сүйген дерді құрметтей өмір сүрсеңіз, сіздің бүкіл жақсылық айтымен санап берген нәрселерден ата-анаңыздың аруағы шаттанады, қуанады, мақтанады, көтеріледі, үлпілдеген жәннеттің үстіне кіріп барады бұйырса. Сіздердің жақсы амалдар, оларда үміт үзілді бұл дүниеден. Сіз бұл дүниедесіз, оларда шанс өтті, сізде шанс бар. Сондықтан жаңа Құран оқыдым, шелпек бердім, ас бердім, молданы шақырдым, молдаға садақа бердім деп спокойно жүргендермен естіп алыңыздар. Атама Құран оқыдым, осының бәрін жасадым, болды енді, құтылдым деп жүргендер құтылған жоқсыз. Ата-ананың ақысынан біріншіден өлгенше құтылмайсыз. Өліп қалса да құтылмайсыз. Енді сіз оларға көмек бере аласыздар. Енді не деген сөз? Енді не істейін? Өміріңізді жақсылыққа өзгертіңіз.